Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электронды есептеуіш машинасының даму тарихы. Сабағымыздың мақсаты электронды есептеуіш машинасының даму тарихы жайлы білім алушыларға толық мағлұмат беру және де мағлұмат бере отырып олардың білімдерін дамыту. Сонымен есептеуге арналған алғашқы құралдар пайда болардың алдында ежелгі адамдар есепті қол саусақтар, тастар мен есептеу таяқшалары арқылы жүргізген болатын. Ең алғашқы есептеу құралы ол есепшот біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші мыңжылдықтың соңында ежелгі Қытайда пайда болған екен. Бұнда есептеу амалдары тақтадағы әрбір жолда орналасқан ұсақ тастар мен дөңгелек сүйектерді жылжыту арқылы жүргізілген болатын. Сонымен EM-нің дамуына өз үлесін қосқан ғалымдар ең алғаш 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында бірінші рет қосу машинасы деп аталатын жетектер мен дөңгелектерден тұратын механикалық есептеу машинасын құрастырған болатын. Осы Блез Паскальдың идеясын дамыта отырып, 1694 жылы Лейбниц өзінің механикалық есептеу машинасын арифметрді құрастырған болатын. Бұнда дөңгелектің орнында цифрлар жазылған цилиндр қолданылды. Арифметр қазіргі оқушылардың қолында жүретін калькулятор негізінде салынды. Сонымен алғашқы есептеуіш автоматтың авторы Чарльз Бэббидж. Ол ең алғаш 1833 жылы бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машинаны ойлап тапқан болатын. Сонымен ол машинаның бағдарламасына Ада Лавлейс бағдарламаушы жасаған болатын. 1937 жылы Z1 машинасы 22 мәндік екілік сандарды өңдейтін машина жасалып шықты. Сонымен EM-нің даму буындары 5 буыннан тұрады. Бірінші буын электронды вакуумдер, екінші транзисторлар, үшінші буын интегралды микросхемалар, төртінші буын үлкен және өте үлкен интегралды схемалар, бесінші буын бұл әлі таңда қарастырылып жатыр. Бірінші буынға тоқталатын болсақ, 1946-58 жылдары электронды шамдармен жұмыс істейді. Есептеу жылдамдығы секундына 10-20 мың операцияны құрайды екен. Екінші буын 1958-1964 жылы пайда болған. Бұл жартылай өткізгіш элементтер транзисторлар деп аталды. Оның жылдамдығы секундына 10-200 мың операцияны құрайды екен. Алғашқы программалау тілді Портран мен Алгол және де мәліметтерді сақтау құралдары, магниттік барабандар мен магниттік дискілер. EM-нің үшінші буыны бұл интегралды микросхемалар. Бұның жылдамдығы 1 миллион операцияға дейін жеделжадты құралса және де сыйымдылығы 100 мың байтты құрайды екен. Программалау тілдері Basic, Pascal және C программалау жүйелері болып табылады. Сонымен EM-нің төртінші буыны қазіргі өзіміздің дербес компьютерді жатқызуымызға болады. Бұл үлкен интегралды схемалардан тұратын дербес компьютерді айтады екен. Жылдамдығы секундына 1 миллиардты құрайды екен. Және де оперативті жады бірнеше гигабайтқа дейін бар екен. Бесінші буыны бұл EM-нің жасанды интеллектісі бар жақын болашақтың машинасы. Оған ақпараттарды дұрыстап енгізе алатын боламыз және де олардың көмегімен дауыстық байланыс, машиналық көру, машиналық сезу мүмкіндігін туғызады екен. Сонымен сабағымызды қорытындылай келе, сіздер үйге есептеу техникасын дамуына үлес қосқан ғалымдар туралы қызықты ақпараттарды тауып, дәптерлеріңізге жазып, оны Canvas бағдарламасына жүктеңіздер. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.